балалар? Саламатсыз ба? Көңіл-күй қалай? Жақсы! Сабаққа дайынбыз ба? Иә! Тамаша, біздің бүгінгі тақырыбымыз секірудің түрлері деп аталады. Так, ең алдымен сабаққа қатысымызды бастамас бұрын дене шіріту жаттығуларын жасап алайық. Сап, оңға бұрыл. Алға бас, жай адыммен жүріп бастаймыз. Алға бас, жай адыммен жүріп бастаймыз. Адымдаймыз, 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 адымдаймыз. Сәл жылдамдықты қосамыз. Адымдаймыз, сәл жылдамдықты. Жай жүріспен жүреміз, жай жүріспен. Тамаша, жай жүріспен. Kolumuz yelkemizge, kolumuz yelkemizge. Tamam. Kolumuz dizimizde. Dem alışattı o tip. Demdi alamız, çıgaramız. Alamız, çıgaramız. Toxtamayız. Toxtamayız. Biz çığırsak. Toxtamayız. Toxtamayız. Tamam. Toxtadık ornumuzga geldik. Sakınday oy. Araga çıktık, saktaudu unutmaymiz. Araga çıktık. Aşılamız. Жақсы, болды. Сап, түзет. Түк тұр. 1-ге, 2-ге, 3-ге санал. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sanal ayakta. Жақсы. Бірлер орнымызда қаламыз, екілер 2 қадам алға бас. Екілер 3-тер 3 қадам алға бас. Жақсы. Жаттығуда әдеттегіше басымыздан бастаймыз. Аяғымызды иық көлемінде ашамыз. Қолымыз белімізде. 1 дегенде басымызды төмен түсіреміз. 2 қалыпқа, 3 шалқаямыз, 4 қалыпқа. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. Аяқ иық көлемінде ашылады. Медина. Аяғымызды ашамыз иық көлемінде. Қолымыз белімізде. 1 дегенде басымызды оңға бұрамыз. 2 қалыпқа, 3 солға, 4 қалыпқа. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Оң жағымызды аяқтап алған. Ұмытпаймыз. Жақсы, кеттік. Келесі жаттығу. Қолымыз иығымызда 1, 2 алға, 3, 4 артқа. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Келесі жаттығу белге. 1, 2 оңға қисаямыз, 3, 4 солға қисаямыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. Келесі жаттығу. 1 дегенде қолымызды алға созамыз. 2 жоғарыға, 3 аяқтың ұшына, 4 қалыпқа келеміз. Кеттік. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Жаттығу аяқталды. 1, 2 кері бұрыл.
Алға бас. Айнал. Так, енді қазір екіге сапқа бөлінеміз, жарайды ма? Балалар, өткен сабақта біз сіздермен секірудің түрлерін үйрендік, иә? Қандай түрлер бар секірудің? Бір орында тұрып секіруге болады, және келе жатыр жылдамдық, яғни қимыл қозғалыс барысында секіру. Біздің бүгінгі бірінші тапсырмамыз бір орында тұрып жылдамдыққа секіру. Секіру үшін бізге алдымен не істеу қажет, балалар? Дайындалу қажет. Иә, дұрыс айтасыз. Күш алу керек. Ол үшін біз не істейміз? Алдымен өзімізге дайындық жасаймыз, иә? Бір орында тұрып секіргеннен гөрі егер күш алып секіретін болсақ, онда біздің секіргеніміз жақсы жүзеге асатын болады. Так, біздің мынау сызғышымыз, сол сызғыштың бойында біздер қазір секіретін боламыз. Мен біріншіні көрсетейін, сіздер мен артынан қайталайтын боласыз. Міне, осылай секіру арқылы біз сіздердің жылдамдықтарыңызды білетін боламыз. Жақсы ма? Дайынбыз ба? Так, кім келеді маған? Ұлдардан бастайық, иә? Ибрахим келе ғой. Жақындап тұрамыз. Ал Ибрахимнің ұзындығы 85 сантиметр. Келе ғой, Нұрали. Бірінші табаныңыздың тиген жері 90 сантиметрді көрсетіп тұр. 90 сантиметр. Жақсы. Келе ғой, Нұрислам. Нұрислам, келе ғой. Бас. 90 сантиметр. Тамаша. Енді қыздар жақтан көрейік, иә? Әсия келе ғой. Бар, әне. О, 110 сантиметрге дейін асты. Жарайсың, Әсия. Ал, қайталай аласың. Келе ғой, Ақбөзі. Ұлдар Ақбөзіні қараймыз, алып кеттік. 100 сантиметр. Тамаша. Жақсы, келесі. Соңғы ұлт бізде Аружан келе ғой. Келе ғой, Аружан. Тағы да бір рет көрейік, иә? Тағы да бір рет көрейік, келе ғой. Тағы да бір рет көрейік. Тоқсан 5 сантиметр. Жақсы, тамаша. Көзің ет тұрма, келе ғой, Алихан. Алихан сызғыштан да атып түсті. Шамамен бір 10-15 сантиметр. 115 сантиметр. Болды, жаттығу. Бұл тапсырма аяқталды. Келесі тапсырмаға дайындалайық. Оқушылар, біздің келесі ойынымыз қармақшы ойыны деп аталады. Қазір сіздер шеңбер қылып тұрсыздар, ал менің қолымдағы қармақ деп елестетіңіздер, иә? Бұл қармаққа сіздер түспеулеріңіз керек. Мен бұл қармақты сіздердің аяқтарыңыз арқылы жіберемін. Кім ептілік танытып, секіру арқылы қармақтан құтылып кетсе, сол ойыншы жеңімпаз болады. Ойын шарты түсінікті ме? Бастаймыз ба? Ал кел. Қолымыздан ұстап тұрайық па, әлде босатып қойайық па? Босатамыз. Әркім өз үшін онда қолымызды бос жіберіп қойайық. Қолымызды қалтамыздан шығарамыз. Ал кет. 1, 2, 3. Жарайсыздар. Керемет. Келесі. Тамаша. Қыздардың жылдамдығы жақсы. Оппа. Аружанның аяғына тиіп кетті. Келесі. 1, 2, 3. Оппа. Жақсы. Келесі. Тағы да бір рет. Осылай секірмей қалдым ғой. Бұл жерде секірудің түрін көрсетулеріңіз керек. Аха, тамаша. Келесі. Тамаша. Тағы да. Жақсы. Керемет. Ойын ұнады ма? Енді қазір екіге бөлініп, келесі ойынға ауысатын болады. Балалар, қазір біз мына секіртпемен ойналатын ойындардың тағы бір ресіне кезек береміз. Біз бағана айттық, иә, секірудің бірнеше түрлері бар. Бір орында тұрып секіруге болады, және жүру арқылы секіруге болады. Қазір біздің ойын
ойындарымыздың бәрі жылдамдыққа қимыл қозғалыстармен. Ең бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бірінші топ сіздердің алдарыңызда тұрған бұл не? Фигура. Геометриялық фигуралар. Осы фигуралардан секіру арқылы сіз қайтадан орныңызға келіп келесіз. Тапсырманы бір-бірден орындаңыз. Түсінікті ме? Екінші топ сіздердің алдарыңызда тұрған қазақшасы секіртпе. Секіртпе арқылы секіреді. Түсінікті ғой, иә? Келесі үшінші топ сіздердің алдарыңызда кедергілер тұр. Бұл кедергілердің жартысы қызыл дөңгелекте, екеуі үш бұрышты. Қызыл дөңгелекке барған кезде біз бір аяқпен секіріп барамыз, ал қызғылт сары үш бұрышқа келген кезде біз екі аяқпен секіруіміз қажет. Түсінікті ме? Ал бастаймыз. Ең бірінші топ бастайды. Кеттік, Аружан. Бір. Келесі үш бұрышқа барамыз енді. Тағы келесі. Енді орнымызға қайтамыз. Бағалаймыз ба, Аружанды? Келесі. Артына тұрамыз, дұрыс. Тамаша. Қай фигураға секіреміз енді? Үш бұрышқа. Жақсы. Келесі. Ешең етпейді. Келесі. Жақсы. Тамаша. Жақсы. Келесі. Екінші топ скакалтын аламыз. Алға қарай шығамыз. Ажағымызда сіздің бетіне тек кетпей жүріп. Сіздер сәл артқа шегіне қойыңыздар. Ал кет. Да, бір ет көрейік. Тамаша. Осы ғой? Арал секіреміз бе? Ал кет. Жақсы. Тағы да ешін кетпейді. Тамаша. Керемет. Жарайсың. Керемет. Бол. Рахмет. Келесі. Үшінші топ бізде. Үшінші топ сіздерге ойын жартысын ме? Айына бастайтын. Біз қараймыз. Тамаша. Енді дәл осылай қайтып келеміз. Тамаша. Кеттік, Азамир. Қол қойға етағы. Қызыл дөңгелек бар жерге біз бір аяқпен секіреміз бір аяқпен. Жақсы. Керемет. Ибрахим келе ғой. Жақсы. Тамаша. Келесі. Қайтамыз енді. Тынышталамыз. Жақсы. Келе ғой, Нұрали. Жақсы, керемет. Нұралиге қалай деп баға береміз? Жарайсың. Балалар, енді біздің келесі ойынымыз кедергі арасынан допты секіру арқылы алып өту. Допты аяғымыздың ортасына қысамыз. Кедергі арқылы допты түсірмей, кедергілердің ортасымен біздер секіріп өтуіміз қажет. Түсінікті ме? Егер құлап қалса, қолымызбен көмектесіп қайтадан салып аламыз. Жарайды ма? Бірінші топ басшылары бастайды. Ислам және Абдрахман. Дайынбыз ба? Менің белгімнен кейін бастайтын боламыз. Кеттік. Допты аламыз, еш етпей. Былай кедергінің ортасымен айналамыз. Кедергінің былай кедергіні айналып өтеміз. Иә, тамаша. Жақсы, тамаша. Аяқтаған кісі саптың соңына барып тұрады. Кеттік. Ал кеттік. Жақсы, тамаша. Жарайсыңдар, керемет. Балалар, сабақ ұнады ма? Иә. Бүгін қандай жаттығулар орындадық? Секіруге арналған жаттығулар.
спорттың қай түрінде секіруді біз көп пайдаланамыз? Скакалка, секіртпемен, жүгіру кезінде секіруді пайдаланамыз. Топтың ортасында. Қандай спорт түрлерінде пайдаланамыз, балалар? Футболда, баскетболда, волейболда. Теннис. Дұрыс айтасыңдар. Енді барлығымыз бері қарайық. Бұның барлығы біздерге не үшін қажет? Салауатты өмір салтын ұстану қажет. Спортты сүю керек. Егер деніміздің сау болғанын, шымыр болғанымызды, денсаулығымыздың мықты болғанын қаласақ, біз спортпен дос болуымыз керек. Сап, түзел, тік тұр. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз.